Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз үшбұрыш және оның түрлері, үшбұрыштың биссектрисасы, медианасы, биіктігі және үшбұрыштар кеңдігінің белгілері. Енді біз сіздермен үшбұрыштың анықтамасымен танысақ. Үшбұрыш дегеніміз бұл бізде бір түзудің бойында жатпайтын үш нүктеден және үш кесіндіден тұратын фигура. Үшбұрыштың бізде үш төбесі бар. Бұл төбелер бізде А, Б, С төбелері және АБ, БС, АС қабырғаларынан тұрады. Үшбұрыштың бізде ішкі бұрыштары бар. Альфа бұрышы, бета және гамма. Үшбұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы әрқашан 180 градусқа тең. Үшбұрыштың биссектрисасы. Үшбұрыштың биссектрисасы деген бұл бізде үшбұрыштың төбесінен шығып, сол төбедегі бұрышты теңдей екіге бөлетін кесінді. Және де үшбұрыштың биссектрисасының өзіндік қатынасы бар, яғни АБ бөлінген БС тең болады БК кесіндісі арқылы пайда болған АК және АСының қатынасына. Егер сізге есептің шартында биссектрисаның ұзындығын тап дейтін болса, яғни БК тең болады АБ көбейтілген БС азайтылған АК көбейтілген КСның көбейтіндісіне. Енді біз сіздермен үшбұрыштың медианасымен танысамыз. Үшбұрыштың медианасы дегеніміз бұл бізде үшбұрыштың бір төбесінен шығып, қарсы жатқан қабырғаны теңдей екіге бөлетін кесінді. Яғни АН тең болады НС. Егер сізге есептің шартында медиананың ұзындығын тап десе, яғни ПН медианасының ұзындығын тап десе, оның формасы бізде 2-ден 1 азайтылған 2 көбейтілген АБ-ның квадраты қосылған БС-ның квадраты азайтылған АС-ның квадраты. Үшбұрыштың биіктігі. Үшбұрыштың биіктігі дегеніміз бұл бізде үшбұрыштың төбесінен түсіп, қарсы жатқан қабырғаға перпендикуляр не болмаса 90 градус жасап түсетін кесінді. Яғни біз ПМ-да қарайтын болсақ, ол бізде әрқашан 90 градус жасап түседі. Жалпы біз биіктіктерді көбінесе фигуралардың ауданын табуда қолданамыз. Егер екі үшбұрышты беттестіргенде олардың сәйкес қабырғалары мен бұрыштары дәлме-дәл сәйкес келсе, онда бұл үшбұрыштар тең деп аталады. Үшбұрыштар теңдігінің дәлелдеудің бізде негізгі үш белгісі бар. Бірінші белгі бұл бізде қабырға бұрыш қабырға болып табылады. Яғни бізге екі үшбұрыш берілсін АБС және А1, Б1 және С1. Осы екі үшбұрыштың АБ қабырғасы мен А1, Б1 қабырғасы, БС қабырғасы мен Б1, С1 қабырғасы және Б бұрыштары мен Б1 бұрыштары тең. Енді біз бұны жаза кетсек, АБ тең болады А1, Б1, БС тең болады Б1, С1 және Б бұрышы тең болады Б1 бұрышымен. Бұл бізде үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі, егер бізде екі үшбұрыш берілсін АБС және А1, Б1, С1 үшбұрыштары, осы екі үшбұрыштың АБ қабырғасымен бізде А1, Б1 қабырғасы және Б бұрышы мен Б1 бұрышы, сонымен қатар бізде А бұрышы мен А1 бұрыштары тең. Үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі, егер бір үшбұрыштың АБС үшбұрышының дәл осыған ұқсас А1, Б1, С1 үшбұрышының барлық қабырғалары өзара тең болатын болса, онда біз бұл үшбұрыштары тең деп атаймыз. Яғни АБ қабырғасы мен А1, Б1 қабырғасы, БС қабырғасы мен Б1, С1 қабырғасы, АС қабырғасы мен А1, С1 қабырғалар бізде тең болады. Енді біз сіздермен үшбұрыштың түрлерімен танысамыз. Ең алдымен біз тең берлі үшбұрышпен таныссақ. Тең берлі үшбұрыш дегеніміз бұл бізде АБС үшбұрышының бүйір қабырғалары тең болатын үшбұрыш. Яғни менде АБ қабырғасы мен БС қабырғасы тең және осының табан бұрыштары тең болады. Тең қабырғалы үшбұрыш дегеніміз бұл бізде барлық қабырғалары мен бұрыштары өзара тең болатын бұрыштарды айтамыз.
Яғни менде А бар тең болады B-сыға, тең болады A-сыға. Және бұның барлық үшкі бұрыштары 60 градустан болады. Тең белі үшбұрыштың табан бұрышы 50 градусқа тең, төбе бұрышын табыңыз дейді. Мынау бізде А, Б, С үшбұрышы болса, бізге Б төбесінің бұрышын табыңыз деп жатыр. Яғни А бұрышы 50 градус болатын болса, С бұрышы да бізде 50 градус болады. Онда бізде білеміз үшбұрыштың үшкі бұрыштарының қосындысы, яғни А бұрышы қосылған Б бұрышы қосылған С бұрышы тең болады 180 градус болса, және А бұрышы мен С бұрышы 50 градус болса, 50 қосылған Б бұрышы тең болады 180. Сонда 100 қосылған Б бұрышы тең болады 180. Б бұрышы бұл бізде 180 азайтылған 100. Яғни Б бұрышы менде 80 градусқа тең болады. Тең белі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 6 см, ал табаны бүйір қабырғасынан 3 есе кем. Үшбұрыштың периметрін табыңыз. Ең алдымен есептің берілген тең белі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 6 см, табаны бүйір қабырғасынан 3 есе кем. Ең алдымен біз үшбұрышты салып алайық. Яғни А, Б, С болатын болса, бізде АБ қабырғасы 6, АБ қабырғасымен бізде БС қабырғасы тең, және олар 6 сантиметрден. Ал АС қабырғасы белгісіз, бірақ бұл бізде БС қабырғасының 3-тен 1-не тең. Енді бізден сұрап жатыр периметрін. Кез келген фигураның периметрін табу үшін біз олардың барлық қабырғаларын қосамыз. Шешуі ең алдымен мен БС қабырғасын тауып аламын, АС қабырғасын тауып аламын. АС тең болады 6 бөлінген 3 тең болады 2. Енді периметрін табу үшін мен 6 қосылған 2 тең болады 14 сантиметр. Яғни бұл есептің жауабы бізде үшбұрыштың периметрі 14 сантиметрге тең болады. АБС үшбұрышында А төбесінен жүргізілген биссектрисасы БС қабырғасын Д нүктесінде қиып өтеді. Егер АБ тең 6, АС тең 9, БС тең 10 болатын болса, бұда және ДС кесінділерін табыңыз. Ең алдымен үшбұрыш сызып аламыз. Енді А, Б, С. Мына жерде бізде Б-да биссектрисасы өтеді. Енді есептің берілгенін жазатын болсақ, берілгені АБ бұл бізде 6 сантиметрге тең, АС 9 сантиметрге тең, ал БС бұл бізде 10 сантиметрге тең. Бізден сұрап жатыр АД және ДС-ның ұзындығын. Егер де біз биссектрисаның теңдігін ескертсек, АБ бөлінген БС тең болады АД бөлінген ДС-ға. Сонда бізде АБ-ларымыз біздің 6 бөлінген 9 тең болады АД бөлінген ДС. Және бұларды бүйтіп жай өлшеу негізгі қасиетімен қысқартып алатын болсам, 2-ден 3 тең болады АД бөлінген ДС. Мына екеуін бізде белгісіз, және біз білеміз АД мен ДС-ның қосындысы бұл менде асынды береді. Сол себепті мен бұлардың қатынасын 2х қосылған 3х тең болады 10 деп аламын. Сонда 5х тең болады 10, х тең 10 бөлінген 5, менің х-ым 2-ге тең болады. Осылайша біз АД-ны тауып алсақ, АД бұл бізде 2х-ға тең, яғни 2 көбейтілген 2 тең 4, ал ДС бұл бізде 2 көбейтілген 3-ке 6-ға тең. Оқушылар, енді біз сіздермен медиана жайлы соңғы есепті шығарамыз. Бізде есептің шарты бойынша үшбұрыш берілген, және оның қабырғалары менде А, Б, С деп. Менен сұрап жатыр осы С қабырғасына түсірілген медиана. А қабырғасы менде 8 см, Б қабырғасы менде 15 см, ал С қабырғасы менде 17 см.
Endi bizden surab жатыр medianaсын. Endi biz sizlerмен S кабыргасына түсірілген үшбұрыштың медианасын табамыз. Ең алдымен формуласын жазайық. 2-ден 1 түбір асты 2 көбейтілген а квадрат қосылған б квадрат азайтылған с квадрат. Эмсі тең болады түбір асты 2-ден 1 көбейтілген түбір асты 2 көбейтілген 8-дің квадраты қосылған 15-дің квадраты және азайтылған 17-ның квадраты. Biz mınaның бәрін есептеп алатын болсақ, яғни 2-ден 1 түбір асты 2 көбейтілген 64-ке 225-ті қосатын болсақ 289, ал 17-ның квадраты ол бізде 289. Осылайша біз түбір астынан 289 шығатынын байқаймыз. 289 түбір асты 289-дан бұл менде түбір асты 17 шығады. Яғни 2-ден 1 көбейтілген 17 бұл менде 8,15-ке. Осылайша біз С қабырғасы медианасының 8,15 сантиметрге тең екенін көрсеткіземіз. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды.